Енді түсіре берейін, иә? Ісіп тұрғанда көзі сондай ғой. Менде де май бар, иә? Я айдан сразу еще андай историяға шыққанда Жоқ, жасағаннан кейін барып, бір жұмадан кейін боянатын шығар, иә? Жеті күн. Кірпік салуға болады шығар, содан кейін. Болмайды, бір ай. Бір ай болмай ма? Кірпік вот категорически нельзя. Ол көзге ауыр кірпік. Біздің көзімізге ауыр. Кейбіреулер кәде бір нәрседен жасап алады. Сол болмайды десең де не етпейді ғой, тыңдамайды қыздар. Ой, талан да деп. Ой, магия отырып болды. Енді ол кетеді ғой уақытша. Четко открыть. Мына көрдіңіз бе? Желтый болып тұр ғой. Затяжкалар болып тұр. Бұл жіптің несі орнына келеді. Эпикантусы жоқ еді ғой. Ой, эпикантусы бар еді. Я соны раскрыли. Өтір күшті. Енді қазір ісіп тұр ғой. Непривычно ғой. Мынау белый болып тұр ғой үстінде, это обезболивающее. Желтый болып тұр. Вот, қисық емес, это затяжка вот здесь вот. Ол кетеді, орнына келеді көзіңіз. Сізде эпикантус көрдіңіз ба? Эпикантумыз қатты. Оны сильно не можем раскрыть. Мына жерден я раскрыла. Былай кішкене тартылады әлі. Мына жерден. Мынау тоже тартылады. Здесь синячок есть, смотрите. Міне ішінде 2-3 рет. Потом екі надрез бар. Көзіңізді сөйтіп тарта бермеңіз, е? Міне надрез, мына жерде надрез. Ол надрезді ашуға болмайды, кожа өзі жабысады. Мынандай четкий нелер ештеңке қалмайды. Менікі сияқты полностью заживление болады. Ешқандай шрам болмайды. Возможно, узелок былай кішкене көрінуі мүмкін, ол көрінеді узелок. Мына жағыңыз тартып тұр, иә? Екі шетіде үстіге қарасаңыз да тартады, оның бәрі кетеді. Қазір үсті мына қабағыңыз бүйтіп тұр ғой. Мынау былай обезболивающий кеткен кезде уже полный результат күтеміз. Сізде вообще болған жоқ қой қабақ. Қазір тем более непривычно будет вам. Вот так классно. Уже шашпен не тұтырасы. Бейте бермеңіз. Қазір просто қисық сияқты емес, да? Нет, қисық емес. Мына жақта 2 рет обезболивающий салдым. Өзіңіз ауырып деген.